Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерді екінші часть бизнес туралы және де ақша туралы видеода көргеніме өте қуаныштымын. Егер сіз бірінші частьті көрмеген болатын болсаңыз, осы видеоның астында мен ссылка қалдырып кетемін. Міндетті түрде көруіңізге кеңес беремін. Енді бұл видеода біз сіздерге именно бизнес туралы, қалай бұл компания, бұл өнімдермен бизнес бастауға болатыны туралы айтып кетеміз. Ең бірінші, мысалы, неге бұл бизнесті бастауға бел будыңыз, иә? Бірінші ол біздің семейный бюджетімізге дополнительный доход ретінде, қосымша ақша ретінде бастауыңызға болады. Екіншісі ол освободиться от финансового давления. Үшіншісі кредит қарызыңыз болса, одан құтылу, иә? Үшіншісі быть самим себе начальником. Ең бірінші бұл жерде сразу жұмыстан шығып кет, на начальнике крест ставь деп олай айтпаймыз. Ең бірінші сіз дополнительный доход ретінде бұл компанияға келесіз. Уже основной доходыңыздан көбірек ақша тапқан кезде уже сіз өз-өзіңізге бастық бола аласыз. Келесі помогать другим людям. Бірақ біреуге көмектеспес бұрын біз өз-өзімізге көмектесіп алуымыз керек, иә? Енді улучшить свой жизненный стиль. Қазір путешествияға барғым келеді, андай жасағым келеді, мындай жасағым келеді десеңіз, сізге осы өте күшті мүмкіндік болып табылады. Енді неге бұл идеальный бизнес? Ең бірінші бұл работает при малых расходах. Бұл жерде көп ақша талап етпейді. Мысалы, сіз модный бутик одежды ашам десеңіз, немесе продуктовый магазин ашам десеңіз, кем дегенде 2 миллионнан 5 миллионға дейін сізге қаражат керек болады. Ал бұл жерде олай емес. Бұл жерде тек өзіңізге керек затты ғана аласыз. Сол арқылы бизнес бастап кетуіңізге болады. Занимается уникальной продукцией. Мен бірінші частьта айтқанымдай, бұл жерде өте күшті өнімдер бар, иә? Енді отсутствует риск банкротства. Мысалы, сіз бір магазин, бір традиционный бизнес ашқан кезде, иә? Бұл жүре ма, жүрмей ма, сіз білмейсіз ғой. Ал бұл жерде риск банкротства отсутствует. Неге? Себебі сіз өзіңізге керекті ғана дүниені аласыз, артық ештеңе алмайсыз, иә? Работает и без вас. Мысалы, қазір мен Балқаш қаласында отырмын, иә? Менің наставник маған осы бизнесті көрсеткен адам, ол Астана қаласында жұмыс істеп жатыр. И ол кісі маған үйретті, осы жақта мен ол кісісіз жұмыс істеп жатырмын. Сол сияқты сіз біреуге үйреткеннен кейін, ол адам сізде жұмыс істей береді деген сөз. Неограниченный доход деген, бұл жерде сіз өзіңізді қалай жұмыс істейсіз, сонша айлық жалақы табуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Жаңа бірінші частьта айтып кеткенде бізде натуральные соки, фреш соки, алоэ, витамины и минералы, средства личной гигиены, уход за кожей және де коррекция веса направлениясында жұмыс жасайды бұл компания, иә? Бұл компанияға өнімдерді алу үшін сізге 3 баға беріледі. Ең бірінші ол тіркелмей мен тек қана өнім алам дейтін болсаңыз, ол 100%-ық бағасын аласыз. Ал егер де мен тіркеліп, оны покупатель болам десеңіз, онда сізге 5%-ық скидка беріледі. Келесі 2 кредитный балға сразу покупка жасап, 30% скидкаға өтіп алам десеңіз, тоже сіздің өзіңіздің қолыңызда. Бұл жерде тіркелу тегін, тіркелгеннен сізге міндетті түрде 5%-ық скидка беріледі, және де осындай Forever Shop интернет дүкеніңіз бесплатно сізге интернет дүкен ашып береді. 2 кредит бал дегеніміз бірінші частьта айтып кеткенімдей, иә, әр мемлекеттің өзінің валютасы болғандықтан, бізде өзіміздің осы компанияның ішінде внутренняя валюта бар. 2 кредитный бал, ол примерно 30 наименований продукция, осы экранда көріп тұрғандарыңызда, иә, ол 290.614 теңгені құрайды екен. Ал тағы да бір мүмкіндік, ол уже жеңілдетілген мүмкіндік. Тот же 2 кредитный балды сіз кішкене арзанырақ 227.113 теңгеге алады екенсіз, бірақ та оның ішіндегі наименование продуктов, кішкене басқаша болады. Келесі үшінші тағы да бір мүмкіндік бар. Егерде мен мүлде ақшам жоқ, мен ондай ақша менде жоқ дейтін болатын болсаңыз, сізге компания 2 ай уақыт береді, тіркелесіз календарный күн, календарный месяцпен. Мысалы, сіз осы қазір наурыз айында тіркеліп, наурыз
сәуір айы беріледі. 2 айда сіз 2 кредит баллыңызды жауып 30% скидкаға ие бола алады екенсіз. Енді сіз 30% скидкаға шықтыңыз, сізде 30% скидкаңыз бар, 2 кредит баллды жаптыңыз, сізге ассистент супервайзера деген статус беріледі екен. Енді сіз өзіңіз қолданған өнімді әрі қарай адамдарға рекомендовать еткеннен кейін, рекомендовать ету арқылы сіз ақша таба аласыз. Мысалы, сіздің артыңыздан келген адамнан сіз 50 мың теңге жалақы алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді сіз бұл компанияға келгеннен кейін андай айтасыз, мындай айтасыз, жан-жағыңызға команда құру керексіз. Любой жерге барған кезде, мысалы, директор школы болған кезде ол өз командасын құрады, әкім келеді өз командасын құрады деген сияқты ғой. Енді сізге де бұл компанияда команда құру мен үйретемін, барлығын пошагово бірге жасайтын боламыз. И команда құру арқылы командаңызбен 25 кредитный балл жасайтын болсаңыз, сізге супервайзер статусы беріледі. Сізде уже 30% емес, 38% скидкаңыз болады, жеңілдігіңіз. Және де айлық табысыңыз 90 мыңнан 150 мың теңге аралығында болуы мүмкін. Үшінші статус, ол 75 кредитный балл өз командаңызбен қосылып жасайсыз. Ол кезде сізге ассистент менеджері деген статус беріледі. Уже 30 емес, уже 43% скидкаңыз болады. Айлық жалақыңыз 150 мыңнан 250 мың теңгеге дейін болуы мүмкін. Келесі ең привилегированный, ең күшті статус, ол менеджер статусы деп айтылады. Бұл статустан кейін сізге открываются новые возможности дейді ғой. Компанияның барлық мүмкіндіктеріне қатыса аласыз. Ол мысалы, қазір мен тағы да айтам, путешествие болсын, қандай программа жасайды, соның барлығына қатысуға мүмкіндігіңіз болады. Бұл жерде командаңызбен 120 кредитный балл жасасаңыз, 2 айда, барлық квалификация бізде 2 ай жасалады. Ешқандай да балдың киіп кетуі ондай жоқ. 2 ай уақыт беріледі. Любой статусты 2 ай уақытта жабасыз. Сізде 2 айда 120 кредитный балл командаңызбен уже 30 емес, 48%, почти 50, 48% сізде скидка болады. Және де айлық жалақыңыз 300 бен 700 мың теңгенің аралығында болады. Бірақ бұл потолок емес, бұдан да көп тауып жатқан адамдар бар. Өзі кім қалай жұмыс істейді, соған байланысты бұл жерде ақша табады екен. Келесі, бұл жерде бірнеше вид жалақы алуға мүмкіндік бар. Ең бірінші, ол 30% жаңағы сіз тіркеліп алдыңыз, уже сізде 30% скидкаңыз бар. Сіз сол скидкаңызбен, жеңілдігіңізбен аласыз да, оны 100% бағасына сату арқылы ортасындағы маржаны өз қалтаңызға саласыз. Бірінші вид. Екіншісі, ол от оборота команды. Мысалы, сіз өзіңіз тіркелдіңіз, сізге жаңағы командаңызға көмектескеннен кейін сізге компания от оборота команды тоже пайыз төлейді екен. Үшіншісі, ол авторский гонорар. Мұған ең ұнайтыны осы вид дохода. Бұл жерде, мысалы, сіз уже менеджер статусын жаптыңыз, сіздің артыңыздан бір менеджер шықты, бірақ 48-де 48 ешқандай процент жоқ қой, бірақ компания сіз оған үйреткеніңіз үшін, сіз оны шақырғаныңыз үшін, сіз оны менеджер статусына жабуға үйреткеніңіз үшін, сол менеджеріңіздің командасының оборотынан 6% 90 жыл бойы төлеп береді екен. Келесі, ол кісінің артынан тағы бір менеджер шығатын болса, одан 3%, одан кейінгі менеджердің артынан 2%, сонда бір веткадан сіз 11% жалақы алуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл жалақыны сіз мұра ретінде балаларыңызға қалдыруға мүмкіндік бар. Ең бастысы осы компанияда осы маған вид дохода болды. Келесі, ол авторский программа. Және де жаңағы авторский гонорар, бұндай веткадан сіз бір ғана емес, бірнеше менеджер шығару арқылы сіз уже пассивный доходта отыруға мүмкіндігіңіз бар. Келесі, авторский программа, автомобильная программа. Бұл жерде сіз командаңызбен бірінші айда 50 балл, екінші айда 100 балл, үшінші айда 150 балл жасау арқылы компания сізге машинамен емес, квартирамен емес, кәдімгі ақшамен плюс к вашей зарплате, ежемесячной 400 евро 36 ай бойы
төлеп беріп отыратын болады. Сіз ол ақшаға квартира аласыз ба, машина аласыз ба, жоқ шуба алам дейсіз ба, ол уже өз еркіңізде. Келесі екінші уровеньда 75, 150, 225 кредитный балл командамен, бірінші, үшінші ай аралығында 600 евро плюс к вашей зарплате. Үшінші уровень 100, 200, 300 кредитный балл, уже 800 евро ай сайын сіздің жалақыңызға қоса төленіп отырады екен. Енді бұл жерде тағы да путешествие за счет компании бар. Бізде жылына 2 рет тегін саяхатқа шығу мүмкіндігі бар. Бұл жерде определенный командаңызбен жұмыс жасайсыз. Сол арқылы сізге компания тегін саяхаттауға мүмкіндік береді. Саяхаттау барлығы 2 адамға жасалады программаның бәрі. Перелет, проживание, питание, все за счет компании. И еще плюс сізге на карманные расходы ақша береді екен. Енді жаңағындай авторский гонорар деп айтқанымда, авторский гонорардан 2 менеджер, 2 менеджер артыңыздан шығаратын болсаңыз, сіз сеньор менеджер деген атаққа ие боласыз. Ол жерде айлық жалақысы от 800 мың теңгеден жоғары. Келесі осылай командаңызбен жақсылап жұмыс істеп, артыңызда 5 менеджер шығаратын болсаңыз, сізге соринг менеджер деген атақ беріледі екен. Ол жерде жалақыңыз 1.200.000 теңгеден жоғары жалақы алуға мүмкіндік болады. Келесі 9 менеджер сіздің артыңызда болатын болса, сапфировый менеджер деген статус аласыз. Ол 4,5 миллион теңгеден көп, больше можно зарабатывать, бірақ бұл не потолок. Біздің Қарағандыда сапфировый менеджер, біздің наставнигіміз Майра Жалеловна қазіргі таңда 10 миллионнан жоғары жалақы тауып отыр осы компанияның арқасында. Енді бизнес без потолка. Бұл жерде жаңағы сапфировый менеджер, бриллиантовый сапфир, двойной, тройной, сотка бриллиант, центурион деген сияқты дальше кете беруге болады, по карьерной лестнице. Мына жерде бізде основатель компания Rexmon, және де екі жағында тұрған біздің наставниктеріміз, Ермек Бұқаршын аға және Майра Жалеловна. Ермек Бұқаршын осыдан 5 жыл бұрын автокатастрофада қайтыс болып кетті. Бұл кісінің бизнесі толығымен по наследству Майра Жалеловнаға өтті. Қазіргі таңда бізді Майра Жалеловна осы бизнесте жетекшіміз, жетелеп отыр. Барлық мүмкіндіктерді осы кісі көрсетіп отыр. Енді обучение у лучших профессионалов. Барлық жерде бізге, мысалы, біз колледжге түссек те, бір профессияны үйрену үшін колледжге түсіп оқуымыз керек, мысалы, бір диплом алуымыз керек деген сияқты, бұл жерде де именно сетевойды үйрететін профессионалдар бар. Бізде әр 4 ай сайын бізде Турцияда, қазіргі таңда Турцияда өтіп жатыр, үлкен международный уикенд семинар деп айтылады. Оны біздің жоғарғы спонсорларымыз Атила и Каталин Гидафалфи деген кісілер өткізіп жатыр. Бұл кісілер именно сол обученияға осы Forever'де жаңағы биіктіктерге жеткен шыңдарға, двойной бриллиант, тройной бриллианттардың секреттерін білу үшін бізді сол обученияға шақырады, және де ол кісілерді спикер ретінде бізге толық обучение өткізеді. Миклош Беркич деген кісі, тоже Атила Каталин Гидафалфидің спонсорлары. Бұл кісі обычный стрелочник болған, қазіргі таңда 20 жылдан аса осы компанияда әлі энергичный, энергичный, өте күшті кісілер. Және де бізде бонус президента деген жаңағы 13 зарплата деген не бар, жалақының бір түрі. Бұл жерде жасы болсын, жаңағы жасы үлкен адамдар болсын, жасы кіші адамдар болсын, бәрі бірдей жұмысына қарай бұл жерде жалақы ала алады екен. Өзінің 12 айлық жалақысына қоса 13-ші зарплата төленеді. Келесі, мына жерде біздің спонсорларымыздың жаңағы 13 зарплата президентский бонустары көрсетілген. 2017 жылы Миклош Беркич деген кісі $418 мың алған екен. Келесі, мына Рольф Кип номер 1 по всему миру, чек номер 1, бұл кісінің 13 зарплатасы $1,549 мың теңгені құрайды. Енді біз сізге не айтқымыз келеді?
ең бірінші ол контракт 168 мемлекетте. Сіз Қазақстанда отырып, басқа жақта таныстарыңыз болатын болса, туыстарыңыз болатын болса, сол жақтан да сізге бизнес ашу мүмкіндігі бар. Келесі ол айлық жалақыңызды әр айдың 15 күнінен кешіктірмей бізде жалақы төленіп отырады. Енді тағы да сапалы өнім, сіздерге ұсынғымыз келеді. Және де өз таңдауларыңызды дұрыс жасаңыздар деп айтқымыз келеді. Мен сіздерге өзімнің тарапымнан полностью пошаговый обучение бере аламын. Осы компанияда қалай жұмыс істеу керек, қалай ақша табу керек, соның бәрін сіздерге үйретіп бере аламын. Және де бізбен бірге болыңыздар дегім келеді. Енді осы сұрақтарыңыз болатын болса, сізге осы видеоны жіберген адамға, немесе осы видеоның төменгі жағында менің Instagram, WhatsApp номерлерім болады, хабарласуыңызға болады. Мен сізге толық түсіндіріп, барлығын айтып беруге дайынмын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.